Сәлем құрметті су құйғыштар. Бұл 2025 жылдың қараша айына арналған толық жылды жорамал. Қараша айы сіздер үшін қайта бағалаудың айы және өзгерістер де болады. Бұл кезеңде сіздің мақсаттарыңыз, карьерадағы бағытыңыз және өмірлік стратегия қайта қаралады. Көптеген оқиғалар сіздің еркіңізден тыс дамуы мүмкін, бірақ олардың әрқайсысы сізді дұрыс бағытқа бағыттайды. Меркурийдің ретроградтық қозғалысы қарашада болатын 9 мен 29-ның арасында сіздің карьера және мақсаттар секторында болады, яғни 10-шы астроиде жүреді. Сондықтан сізге кәсіби және жеке жоспарларды қайта қарастырып, түзету қажет болады. Ал Юпитердің кері қозғалысы бұрынғы жобалар мен адамдарды қайтаруы мүмкін. Бұл екінші мүмкіндік беретін кезең. Жалпы ай туралы айтайық, содан соң әрбір күнге тоқталамын. Жалпы айдың астрологиялық фоны ол жаңағы Меркурийдің ретроградта болуы, көбіне жоспарлар, келісім және байланыстарды қайта құрылымдау. Марс планетасының 4-ші қарашадан бастап 11-ші үйде болуы әлеуметтік белсенділік туралы және ұжымдық әрекеттер уақыты. Юпитердің 12-ші қарашада ретроградқа өтетіні өткеннен жаңа мүмкіндіктер әкеледі. Ал Венераның 6 мен 30 қараша аралығында 10-шы үйде болатыны сіздің карьера және мәртебеңіз өседі. Толған ай осы айда, яғни ай торпақ белгісінде толады. Сіздер үшін бұл 4-ші үйде, ол үй мен отбасы мәселелеріне қатысты болады. Және жаңа ай бұл қарашада саршаян белгісінде жаңа ай туады. Ол сіздер үшін су құйғыштар 10-шы астроиді қозғайды. Бұл жаңа кәсіби кезеңнің бастауы. Көріп тұрғандай, сізде көбіне 10-шы астроүйіңіз қозғалады. Сондықтан жұмысқа, сіздің жаңағы әлеуметтік шеңбердегі орныңызға көптеген сол сферада көптеген нәрселер шешіледі. Енді күндерге тоқталатын болсақ, 1-2 қараша күндері Венера мен Юпитердің квадраты болады. Сіздердің бұл 6-шы және 9-шы секторларды қозғайды. Бұл жұмыс пен жеке жоспар арасындағы теңсіздік байқалады бұл кезеңде. Бұл күндері қызметтік түсінбеушілік болуы мүмкін, бюрократиялық кідірістер, қандай да бір қағазбен, документпен шаруалар болса, сол жерде кідірістер болуы мүмкін. Немесе жақын туыстармен кішігірім дау тууы мүмкін. Бұл күнге кеңес эмоцияны емес, фактілерді басшылыққа алыңыз. Фактіге ұсынып қана шешім жасаңыз. Алған нәтиже бастапқы ниеттен өзгеше болуы мүмкін. 4-ші қараша күні Марс пен Уран планеталарының оппозициясы болады. Бұл осы айдың ең күрделі күні. Марс 11-ші үйге өтеді, ал Уран сіздің 4-ші секторда болады. Бұл күтпеген оқиғалар, техникалық ақаулар болуы мүмкін. Әсіресе үй ішінде жаңағы тұрмыстық техникада қандай да бір сынып қалу, немесе жасамай қалу деген сияқты. Сонымен қатар жоспарлардың бұзылуы, немесе интернетпен онлайн байланысты қиындықтар тууы мүмкін. Бірақ дәл осы кезең ұжымдық жобалар мен серіктестік бастамалар үшін керемет уақыт. Және сондай нәрселер үшін сізге күш те береді. Себебі Марс ол бізде күш, энергияның планетасы. Бұл күнге кеңес энергияны агрессия емес, әрекетке бағыттаңыз. Өзіңіздің энергияңызды, күшіңізді, ресурсыңыздың барлығын әрекетке бағыттаған дұрыс. Бір нәрсемен, яғни қолыңыз босап отырмай, бір өзіңізге жаңағы жұмыс сияқты немесе бір продуктивті нәрсеге энергияны жұмсатқан дұрыс болады. Тәуекелді істерден, ұзақ сапарлардан бұл күні аулақ болған дұрыс. 5-ші қарашада аспанда ай торпақ белгісінде толады. Су құйғыштар үшін бұл сіздің 4-ші секторда болады. 4-ші үй бізде үй, отбасы және жылжымайтын мүлік саласына байланысты. Сондықтан бұл кезеңде бұрын басталған тұрмыстық немесе құжаттық процесс қазір аяқталады. Ол жөндеу жұмысына байланысты болуы мүмкін. Егер де жөндеу жұмыстары болса, солар қазір бітеді. Жылжымайтын мүлік бойынша келісімдер шешіледі және туыстарыңызбен түсіністік орнайды.
бұл күнге кеңес үйде инвестиция жасауға, жаңа кеңістік қалыптастыруға бұл өте қолайлы күн. 6 қарашада Венера сұлулық планетасы 10 секторға өтеді. Бұл карьера мен сіздің беделіңіздің өсу кезеңі басталады. Жоғары тұрған адамдармен, өзіңізден жоғары сатыда тұрған адамдармен қарым-қатынасыңыз жақсарып, жұмыс жағдайы немесе жалақыңызға бұл өзінің әсерін тигізуі мүмкін, яғни жұмыс жағдайында статусыңыз өсіп немесе жалақы өзгеруі мүмкін. Бұл күннен бастап айдың соңына дейін кәсіби келісім, жаңа клиенттер табу, әлеуметтік мойындау кезеңі, яғни әлеуметтік ортада сізді мойындай бастайды, сіздің жетістіктеріңізді. Бастықпен сөйлесуден қорықпау керек бұл күндері. Қазір сіздің барлық жолыңыз ашық. Егерде басшылыққа сөйлесем десеңіз, қандай да бір ұсыныс жасайын десеңіз, немесе тіпті жалақыңызды өсіруді сұрасаңыз, қандай да бір босатылған жаңа жұмысқа, жаңа бір позицияға өткіңіз келсе, қазір өте жақсы уақыт осы күндері. Келесі 8 қарашада Уран планетасы 4 секторға қайта оралады. Уран планетасы 2018 жылдан бастап басталған жаңағы үй және отбасы трансформациясын қайта белсендіреді. Яғни осыдан 2018 жылдан бері егер өміріңізде әсіресе үй мен отбасыға қатысты қандай да бір жолыңыз өзгерген болса, сол жылдан бастап қазір сол өзінің шетіне, соңына жетеді сол сұрақ. Ол көбіне сізде пәтерге, жөндеу жұмыстарына, қоныс ауыстыруға, қала тұрған жеріңізді ауыстыруға байланысты болуы мүмкін. Немесе отбасылық рөлдердің қайта бөлінуі мүмкін. Отбасы ішіндегі сіздің рөліңіз басқаша болып өзгеруі мүмкін. Бұл күнге кеңес үйдегі жүйелер мен қауіпсіздік техникасын тексеріңіз. Электрика және немесе жаңағы интернет жүйесінде жаңартуға жақсы кезең, егерде ол сұрақ сіз үшін өзекті болса. 9-12 қараша аралығында Меркурий планетасы ретроградты жүрісте болады. Бұл сіздің 10 және 11 секторда белсенді. Бұл күндері жоспарларды қайта қарау, бұрынғы жобаларға оралуға болады. Ескі байланыстарды жандандырудың кезеңі. 12 қарашада сондай-ақ Меркурий мен Марс қосылады. Бұл ойдан іске көшуге дайындық басталады бұл кезеңде. Бірақ нәтижені тек 2026 жылдың қаңтарында көресіз. Бұл күнге кеңес, бұл күндерге 9 мен 12-сінің аралығына идеялар мен жоспарларды міндетті түрде қағазға түсіріңіз және асықпаңыз. Сонымен қатар 12 қарашада Юпитер, біздің сәттіліктің планетасы, ретроградқа, яғни артқа қарай бұрылады. Юпитер сіздің 5 секторыңызда болады. Бұл бізде балалар, махаббат, шығармашылықтың секторы. Юпитер артқа жүрген кезде бұл өткен махаббат, немесе бұрынғы ұмытып кеткен бір хобби болсын, немесе өткен ескі жобалар қайта оралуы мүмкін қазір. Бұл сізге екінші мүмкіндік және рухани өсу әкеледі. Ескі шабытты қайта тірілтіңіз. Егерде ондай мүмкіндіктер келіп жатса, қазір одан нәтиже алатын боласыз. Немесе кезінде таныспаған, кездеспеген адамдар болса, сіздің алдыңызға қандай да бір мүмкіндік немесе ұсыныс жасаған, қазір осы адамдарды қайтып өміріңізде қарастыруға болады, себебі пайдасы тиюі мүмкін сізге. 19 қарашада Меркурий және Уран планеталарының оппозициясы болады бір-біріне. Бұл сіздің 4 және 10 секторлардың арасындағы қақтығыс, яғни үй мен жұмыс арасында шиеленіс сезіледі. Жоспарлар бұзылуы, күтпеген тексерістер болып қалу жұмыс орнында, техникалық мәселелер болуы мүмкін. Бірақ дәл осы күні күтпеген мүмкіндік немесе хабарда келеді. Тыныштық сақтаңыз, тез шешім қабылдамаңыз. 20 қарашада аспанда жаңа ай туады. Жаңа ай саршаян белгісінде туады. Ал су құйғыштар үшін бұл сіздің 10 секторда болады.
10 сектор бізде кәсіби өмірде жаңа кезең басталады, жаңа аймен. Бұл карьераның жаңғыруы, жаңа міндет басыңызға. Бірақ ол жаңа міндетпен бірге сіздің статусыңыз, мәртебеңіз арта түседі, жалақыңыз көбірек болады. Кейбір суқұйғыштар үшін бұл жаңа жұмыс, басқалар үшін қызметтегі жаңа деңгей немесе үлкен бір сатып алу, мүмкін тіпті кіші кабинеттен үлкен кабинет ауыстыру сияқты нәрселер болуы мүмкін. Бұл күнге кеңес: нақты мақсат қойыңыз, ниетпен. Ол келесі 12 айдың бағдарын анықтайды. 21 қараша күні Меркурий мен қара ай Лилит қосылысы болады. Бұл күнде билік, құжат, келісім тақырыптарында түсініспеушілік болуы мүмкін. Артық амбиция немесе эмоциялық әрекет беделге зиян келтіруі ықтимал. Бұл күні маңызды құжаттарға қол қоймаңыз. Бұл күні тек сабыр және ұстамдылық ең жақсы қорғаныс болады сіздер үшін. 24 қараша күні Марс пен Ай түйіндерінің квадраты. Бұл карма айқас күні. Бұл туна 2007 жылдан бері қайталанбаған аспект, яғни аспанда бұндай аспект өте сирек болады. Өткен мен болашақтың қиылысындасыз қазір. Ол қаржы, қоғамдағы рөліңіз және ішкі жауапкершілік қайта қаралады бұл кезеңде. Бүгін неге шынымен ұмтылып жүргеніңізді анықтаған дұрыс. Бұл шешім сіздің болашағыңызды айқындайды. 25 қарашада Венера мен Меркурийдің қосылысы болады. Бұл өте жылы және жағымды күн. Күтпеген сыйлықтар, жақсы жаңалық немесе пайдалы адамдармен кездесу болады. Бұл мойындалу мен мақтау күні. Өз жетістігіңізді атап өтіңіз, энергияңыз күшейеді. 28 қараша күні Венера мен қара ай қосылады. Бұл эго мен амбиция артатын күн. Кейбір суқұйғыштар басшылықпен немесе бәсекелес адамдармен эмоционалды тартысқа түсуі мүмкін. Бұл күнге берілетін кеңес: мақтаншақтық және артық сенімнен аулақ болыңыз. Кішіпейілдік беделіңізді арттырады. 30 қарашада Венера планетасы мерген белгісіне өтеді. Бұл айдың соңғы күні, жеңілдік пен қуаныш кезеңі. Венера сіздің суқұйғыштарда 11 секторға өтеді. 11 сектор бізде достық, орта, әлеуметтік, қоғам, жаңа жоспарлар соған байланысты. Сондықтан осы сфераларда сізде барлығы жандана бастайды. Жаңа адамдармен байланысты міндетті түрде орнатуға тырысыңыз. Себебі алдыңғы уақытта, яғни оның ар жағында желтоқсан айында осы адамдар мен осы топтар арқылы сіз жаңа табыс көзін аласыз, немесе осы адамдар сізге табыс әкеледі. Қорытындылайтын болсақ, суқұйғыштар үшін жағдайлар өзгеретін, бірақ бағыт айқындалатын ай. Сыртқы турбуленттік ішкі сеніміңізді сынайды, бірақ әрбір оқиға сізді жаңа табысқа дайындайды. Құрметті суқұйғыштар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Арнаға жазылыңыз, қоңырауды басыңыз. Алдағы уақытта 2026 жылға арналған толық жұлдызнама шығады. Соны уақытында көру үшін қоңырауды басып қойыңыз.